Қайырлы күн, құрметті көрермендер, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын жаркоя жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен керекті заттарымыздың барлығын осылай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турап дайындап алсаңыздар болады. Алдын ала майымызды құйып қыздырып дайындап қоямыз. Үстінен осылай еттің майын алып, майын бірінші салып қуырып алатын боламыз. Майын осылай жақсылап қызарып шыққанша қуыратын боламыз. Үстінен осылай туралған етімізді саламыз. Екеуін жақсылап бетін жауып дымдап отырып қуырамыз. Еттің кішкене свежі болғандықтан суы шығады, суы бөлінеді осылай. Міне осы суы тартылғанша әдемілеп қуыратын боламыз. Міне етімізді қуырып алдық. Келесі кезек үстінен чеснок пен пиязымызды салып, екеуін жақсылап қуыратын боламыз. Қалауыңыз бойынша дәміне қарай дәмдеуіштер қоссаңыз бәрі болады. Міне жақсылап қуырып алдық. Келесі кезекте үстінен картоптарымызды салатын боламыз. Құрметті достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп лайк басып, комментарий қалдырып, қоңырау белгісін басып, менің каналымды қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Міне бір 15 минуттай осылай бетін жауып, дымдап тұрып қуырамыз, және осылай ең соңында бауырын салатын боламыз. Бауырда міндетті түрде демдер алдын, 10 минут алдын саламыз. Осылай жақсылап қуырып, араластырып жіберіп, сосын барып тамағымызды демдейтін боламыз. Міне етіміз піскенше 45 минут 1 сағатқа демдеп қоямыз. Осымен біздің асымыз дайын, өте тез әрі оңай дайын болатын астардың бірі. Сіздер де жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.